Жалпы қазір мынандай сөз бар, ақпараттық кеңістік ол бостық қабыл етпейді, жалпы дүние бостық қабыл етпейді деген сөз бар. Бұл дегеніміз не? Ақпараттық кеңістік үнемі бір нәрсеге толады міндетті түрде. Ол не жақсы нәрсеге толады, не болмаса жаман нәрсеге толады. Сондықтан да қазіргі уақытта ең қауіпті соғыс ақпараттық соғыс болып жатыр. Яғни ақпараттық соғыс дегеніміз ол адамның тікелей санасымен жұмыс істейтін соғыс. Яғни қазіргі уақытта бұрынғыдай географиялық бір жер отарлап алу, жер басып алу дегеннен бұрын қазір жаңа бір колонизация дейді ғой, отарлау саясаты жүріп отыр, ол сана отарлаушылығы. Бүгінгі күні белгілі бір топтарды, ұйымдасқан топтарды жасап, террористік ұйымдарды жасаудың барлығы ең әуелі мынау сана отарлаушылығынан басталады. Сол үшін де кезіндегі мынау Әл-Каиданың немесе басқа да осындай террористік ұйымдардың лидерлері бүгінде мынау джихадтың деп өздеріндегі ұғымдағы былайша айтқанда террористік әрекеттердің джихадтың 90% дайындығы медиада жүреді деп айтады. Бұл дегеніміз яғни бірінші өзінің қатарларын көбейту үшін, пропагандасын жүргізу үшін, өздерінің жақтастарын, өздеріне деген симпатиясы барлардың бәрін оятып, өздеріне қарай тартып алу үшін осы әлеуметтік желілерді, медиаларды өте қатты пайдаланған. Сол үшін де мәселен Маргарет Тэтчер айтады, бұқаралық ақпарат құралдары ол терроризмнің кислороды деген. Яғни оттегі. Сонымен демалады, сонымен ол бар болады, сонымен өздерінің бар екендігін көрсете алатын құрал болған. Бүгінгі күні өкінішке қарай бұл әлбетте бірден мәселен террористік ұйым өзінің пропагандасын жүргізген кезде ашықтан ашық жүргізбейді. Ең әуелі әртүрлі уағыздармен, насихаттармен, әртүрлі ұлттың тұтастығына қайшы болатын белгілі бір кілт сөздерді пайдалану арқылы манипуляциялық жолдармен NLP дейді, сол жолдарды қолданып халықты өзіне баураудың тәсілдерін өте шебер пайдаланған. Мәселен, Даишті алатын болсақ, бұның Әл-Хаят медиа центр деген үлкен медиа орталығы болған. Бұл әлбетте артында үлкен бір империалистік күштердің тұрғандығы белгілі. Сол күштер не істейді? Кәдімгідей халықтың медиа жолымен, әлеуметтік желілер жолымен насихаттарын жүргізген. Біздің деректерге қарасақ, Америка агенттігінің келтіретін деректері бар. Даишқа 100-ден астам мемлекеттен 30 мыңнан астам содыр қосылғанда. Әрқайсының оның былайша айтқанда жеке-жеке қолдан ешкім сүйретіп әкпеген жоқ. Бәрі қалай жинаған? Медиа арқылы жинаған. Бұған қатысты мәселен фильмдерде түсірілген, қалайынан арбаудың тәсілдерін барлығын қалай шебер меңгергендігі туралы. Сол үшін тіпті солардың Константиния деген Түркияда түрік тілінде шығарған журналы бар. Соның журналдардың 7 саны шығып, соған арнайы орталықтар сараптама жасаған кезде, сондағы кездесетін сөздердің қарағанында кәдімгі джихад деген сөздердің 700-ден астам рет көп қолданған, ең көп қолданған. Кәпір деген сөз көп қолданған, мүртат деген сөз көп қолданған, тағут деген сөздер, былайша айтқанда бұлар оның кілт сөздері. Яғни азғырудың, тартудың кілт сөздері соны қолданған. Ал жаңа татулық деген, келісім деген, толеранттылық деген сөз бір-ақ рет қолданған қарап отырсаңыз. Татулық деген сөз өте аз қолданған. Бұл дегеніміз, яғни NLP системасы бойынша ертеңгі күні бұл сөз көбірек айтылатын болса, джихадқа шақыру оңай болады халықта, кәпірді өлтіру оңай болады, мұртатты қылып жаңағы айыптап шыға келу, тәкфирлік деген секілді идеологиялар жүргізу осы кілт сөздер арқылы, ключевой слово дейді, сол арқылы жүзеге асыратынын білсек, бүгінгі күні кейбір әлеуметтік желілердегі уағыздарды, әсіресе жаңағыдай конституциямен басқарылатын мемлекет, ол жаңағы тағут мемлекеті, шариғатпен басқарылмағандықтан ол өте қауіпті мемлекет, ол жерде жұмыс істеуге болмайды деген сөздермен бүгінде әлеуметтік желіде бізде қаншама уағыздар жүріп жатыр. Ал бұл уағыздарға тыйым салу өте қиын, мүмкін емес. Себебі қазір әркімнің мынау әлеуметтік желілердің өзі белгілі бір империалистік күштердің қолында отыр. Кеше ғана мәселен Түркия Инстаграмға тыйым салды. Неге? Белгілі бір дәрежеде өздеріне тиімді, мәселен Израиль мен жаңағындай Газадағы болған соғыстарда, Газаға қатысты ақпараттарда Инстаграм тыяды, Израильді жақтаған ақпараттарға мәселен рұқсат береді. Яғни былайша айтқанда өзде әділеттілік деген жоқ, өздерінің мүддесіне қарай бұрмалаушылық деген басым болған. Сол үшін мәселен Украина мен кімнің арасындағы, Ресейдің арасындағы соғыс кезінде де Ресей алдыда не істеді? Мета компаниясының жаңағы осындай бұрмалаушылықтарға байланысты алдыда экстремистік деген баппен тыйым салды Фейсбукқа, Инстаграмда. Экстремистік бап тек қана не емес, сізбен біздің айтқандай дінге қатысты емес, әлеуметтік желілерге де қатысты мәселен бұндай бап қолданылды сол кезде. Бұл дегеніміз әлеуметтік желінің өте қауіпті қару екенін, бүлік шығаруға кәдімгідей егер де теріс пайдаланған жағдайда белгілі мүдделі топтардың, радикалды топтардың
несіне ықпалына кететін болса, бұл пышақ секілді, яғни пышақпен адамды соясың, соғымда соясың деген секілді. Сол үшін мемлекеттік деңгейде, мәселен, әсіресе сауаттандыру, медиа сауаттылық өте қарқынды жүру керек. Кішкентай кезінен бастап балаларға, мәселен, діннен алшақтатқаннан гөрі діннен дұрыс қайнар көздерін көрсетіп үйретуіміз керек. Біздің ол, мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қарасты, мәселен, мүфтияттардың өзінің парақшалары бар, солардың бекіткен ұстаздары бар, немесе республика ақпараттық түсіндіру тобының маман теологтары бар, аудандық болсын, аймақтық болсын, солардың барлығын танытуымыз керек, солардың уағызын тыңдау керек, мониторинг жасауымыз керек. Ал тыйым салынған мынау қауіпті екенін ашықтан насихаттап жүргізу керек мәселен, ше. Сол кезде біз оны кәдімгідей өзіміздің ақпараттық кеңістігімізді қорғаймыз. Қалайша сен кәдімгідей географиялық шекараңды кәдімгідей шекара қызметкерлерімен қорғайтын болсаң, тура сол секілді белгілі бір іште жүрген агенттерді немесе бүлік салушы топтарда бар ғой, мәселен, олар бірақ азамат болғандықтан, халық болғандықтан, оны қатаң тұрғыда ашық бір қылмыс болмаса, оны тия алмайсың. Сол секілді әлеуметтік желілер болсын, медиа саласында болсын, сондай былай қараған кезде тыйым салынбайтындай кейбір насихат уағыздары бар, бірақ біздің ұлттық дүние танымымызға, дәстүрлі ата-бабамыздан келе жатқан ұстанылған Ханафи мазхабы, Матуриди ақидасына қайшы келетін, өзіміздің немесе жаңағындай сопылық жолдағы өзіміздің яссауилердің, шәкәрімдердің, абайлардың насихаттаған Аллаға деген махаббат, пайғамбарға деген махаббат секілді ілімдерімізге қайшы айтылып жатқан уағыз насихаттар болса, бұлар ескертілуі керек мәселе. Сол үшін ылғи айтатынымыз, әлеуметтік желіде кез келген діни ақпарат тыңдалмайды мәселен. Фильтр керек мәселен. Ол бірінші кезекте ата-ананың жауапкершілігінде. Яғни қолына бала смартфон ұстады ма, болды, ол уже ғаламға кірді деген сөз, ғаламтор деген сөз, кезіп кетті деген сөз. Кез келген неге кіре алады. Сондықтан мәселен қарапайым балаңды мәселен есік алдына жібергенде, айналайын, мына көшеге шығып кетпе, мына жаққа қарай кетіп қалма, осы аулада ойна деп ескерткен ата-ана неге ғаламторға кірген кезде бетімен жібереді, лағып кетеді бала. Тура сол секілді есік алдыңда сен тыйым салсаң, аулаңда ғана ойнатуға қатты қадағалап, кәдімгі назар салып отырсаң, бір көзіңді кәдімгі көзден таса қылмасаң, әлеуметтік желіге кірген балаға да сондай көзге таса болмайтындай шектеулер, шекаралар қою керек, сауаттандыру керек деп білеміз. Бұны ата-ана өкінішке қарай салғырт қарап отқандықтан қазіргі уақытта радикалданған жастар өте көп. Радикалданған жастардың көбею себебі біріншіден ата-ананың тарапынан, отбасылық институт тарапынан дұрыс дүние таным бермегендіктен. Өйткені көп ата-аналарымыз қазір бүгінгі өкінішке қарай кешегі кеңес үкіметінің атеистік қоғамынан шыққан ата-аналар. Қазір көп жастар керісінше ата-анасын намазға, құлшылыққа үйретіп жатыр. Бұл болмау керек, бұл былай айтқанда заңдылыққа қайшы. Өйткені ол ақыр заманның белгісі. Пайғамбарымыз айтады ғой, мәселен, сондай ақыр заманның белгісі ана өзінің қожайынын туады дейді. Яғни өзінің баласы өзіне қожайын болып үйретеді, өзі оқытады деген сөз да. Бұл кері кету деген сөз негізі. Керісінше жоғарыдан төмен болу керек, ата-ана керісінше баулу керек. Сол үшін айтатынымыз, ата-ана әуелі бізде діни сауатты болсын. Яғни медиалық тұрғыдан ақпараттық сауатты болу керек. Білмеген сұрағын баласын жетектеп алып, имам молдаларымызға, кәдімгідей біздің мұсылмандар діни басқармасына қарасты мамандарымызға апарып сұратсын дейміз да. Біз сол кезде баласын да қорғайды, отбасын да қорғайды. Ол отбасын қорғау радикалдық түсініктен ол мемлекеттің тұтастығын қорғау деген сөз. Сондай жауапкершілікте болуы тиіс әрбір ата-ана. Дейсің.